Баршаңызға сәлем, сіздермен жансая, ашытқысыз осындай әдемі керемет шелпекті менімен бірге жасаңыздар. Ол үшін бізге жылы су, жұмыртқа, тұз, қант, майонез және ұн қажет. Жылы суға тұз бен қантты араластырып аламыз. Майонезді жұмыртқа мен ұнға қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырды бетін жауып 15 минутқа тындырамыз. Арасында бір илеп аламыз. Дайын болған шелпекті қамырын бөліп, домалақтап жаямыз. Осы аралықта табан қыздырып қойыңыздар. Оған дейін нандарыңыз жұмсарып дайын тұрады. Осылай қамырды созып, жұқалап, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Піскен шелпектерімді салфеткада артық майдан қорғатып алдым. Осындай әдемі, сап-сары беті үгітіліп тұратын шелпек шықты, дәмі керемет болып шығады. Менімен бірге жасаңыздар. Жұма қабыл болсын, маған тіркеліп алыңыздар.